Қайырлы күн, міне бүгін біз семинарға келдік. Іле ауданында 7-ші мектепке. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Сәттілік, апай. Қалай істейміз, қандай бағдарлама деп түсінбей жатады. Біз енді осымен біраз жыл жұмыс жасағаннан кейін біліп жатырмыз. Мысалы, психикалық даму тежелген сөйлеу тілінің дамуының екінші деңгейі деген қорытынды қойды, мен не істеймін деп жатады. Біз бұл жерде қорытындыға қарамаймыз. Бұл жерде астындағы негізгі орта білім берудің бейімдеген жалпы білім беру бағдарламасы бойынша білім беру дейді. Біз сонда бұны бейімделген бағдарлама бойынша оқытамыз. Логопедтер сұрайды, мен не істеймін дейді. Ана жерде жазылғандай жалпы сөйлеу тілінің дамуының екінші деңгейі. Осы бойынша жұмыс жасаймыз. Енді жеке оқу бағдарламасы, арнайы оқу бағдарламасы екіге бөлінеді. Өздеріңіз білесіздер, бастауыш сынып үшін 51-ші бұйрық, негізгі орта білім үшін 469-ші бұйрық бойынша Special Education сайтында бар. Сол сайтпен біз өте көп байланыстырып, сонымен жұмыс жасаймыз. Келесі. Міне өздеріңіз көріп отырғандай спешл сондай шебер сыныптар өткіземіз. Соны да сіздермен қазір өткізгім келіп отыр. Бұл жердегі алып отырған оқушым ОПМПК қорытындысы бар, жаңа өздеріңізге басынан бастап айтып жатырмын, бейімделген және жеке бағдарламасы бар оқушылармен жұмыс жасауда жетістік картасын толтырамыз. Бірінші, жетістік картасы не үшін керек бізге? Зерттеу үшін. Келіңіздер, қыздар келіңіздер. Мына жерде әріптестер келіңіздер. Мен істеймін. Қойсаңыз болды. Тез. Қазір айтамыз, тапсырмалар бөлінеді. Бұл жердегі негізгі мақсатымыз бізді бала санды тану, сипап сезу қызметін атқару. Баланы тексеру кезіндегі қолданатын көрнекі құралдар. Қыздар біздер қарамай айту керексіздер. Қарамай ішінде айтты. Жылдам. Кесеңізші мұнда біреу. Кесеңізші. Санның бәрін қойып қойды. Бір-бірден ұстан. Кездестіріңіздер, сынып па, әлде мектеп алды аярлық қой? Ойласаңыздар, иә? Мектеп алды аярлықты кездестірдік. Шыбық туралы оқиға ғой. Дұрыс, шыбық туралы оқиға. Сіздікі? Жақсы, жарайсыздар. Жылдам. Соңында дәуітті алып, дұрыстап құрастыру керек қой, сюжетті. Сюжетті дұрыстап құрастыру керек. Бірінші не істейсіз? Иә. Ұясына тұрады, Сөзден құралған шағын сөйлемдерді жүйелі түрде айта білу керек. Қиылған суреттерді құрастырып, сөйлемді оқисыздар. Сурет бойынша назмындайсыздар. Міне қараңыздар, осыны құрастырғаның өзі балаға үлкен жұмыс. Иә? Содан кейін соны оқып беру керек. Бұның барлығы өздеріңіз байқасаңыздар, Special Education деп тұр. Кітаптан алынды. Бұны сабақ барысында да қолдануға болады екен. Тексеру барысында қолданамыз. Содан кейін бұл сабақ барысында қолданамыз. Ал енді сіз оқып жүріңіздер. Дайын болған. Бұл менің отбасым. Балалар аққала жасады. Қозыға сүт берді. Әкемен бақта серуендедім, атаға сәлем беремін, асан балық аулады. Жарайсыздар. Жақсы. Енді алды деп ойлайсыздар. Мына тапсырманы кімге алды деп ойлайсыздар? Айтып қойшы. Иә, дұрыс айтасыздар. Жеңіл ақыл ой бұзылысы бар балалар екі қолмен бірдей жұмыс жасай алмайды. Ол балаларға мен былай жұмыс жасатамын. Оң қол сол қолды ажырату үшін оң қолмен бір айландыр, сол қолмен бір айландыр. Көрдіңіздер ме? Ал мынау бейімделген бағдарламамен жұмыс жасайтын балаларға арналған нейрожаттығу. Екі қолмен жасаңыздар. Екі қолмен. Мамандар екі қолмен жұмыс жасаңыздар. Келіңіздер. Жоқ, екі қолмен. Міне артында. Осы пішіндермен бұл жерде түсті ажыратады, пішінді ажыратады, және оң солды ажыратады, астыға үстке кеңістікті бағдарлауды ажыратады. Сергіту сәтінің өзінде осындайларды барлығына мән бергеніміз жөн болады деп ойлаймын. Қиын ба? Жаңа айтып жатқан әдістемелер кітаптар бар ғой. Солардың бәрінде осы нелер бар. Тапсырмалар бар. Күнделікті қолдансаңдар өте тиімді. Кітаптар да өте керемет. Қызықты болу үшін жаңадан келген бала бізді жатырқайды. Бізге үйренгенше біз оларға әртүрлі қызықты тапсырмалар беруіміз керекпіз. Ана жерден пленкадан естілей ме? Міне сіздерге мынандай тапсырма, мынандай балғақшамен соғып аласыздар да, мынаның артында есептер бар. Мына прищепканы бересіз, Жанар, екіге бөліп. Мынаны есептерді есептейді де, қай санға сәйкес келеді, соны жазасыздар. Бұл жерде біз қосу, алу, тең дегенді
ұғамыз және санау заттарды көру арқылы санау. Ал енді бізде тағы да қамтылған сағат. Жаңа жоғарғы әріптестерім айтып отыр ғой, сағатты білуіміз керекпіз. Иә? Балаларға сондай ойбай сіздегі Саңға жабыстырасыз. Бірге жабыстырасыз. Сөз етеміз, әріптестер. Жауапқа жабыстырамыз. Құрмай қаласы да болды. Баланың уже тұр ғой. Линейкамен есептейсіздер. Мынаны есептейсіздер ғой сіздер. Бере салыңыздар. Екеуінің айырмашылығын табамысыздар? Екеуінің айырмашылығын табады. Ұзын қысқа деген түсінігі пайда болады баланың. Қайсы ұзын, қайсы қысқа, өлшеу, санау, санды біледі. Өлшейсіздер де мына птичкасын қоясыздар. Мысалы бір жолға айтасыз ғой балаға. Мына жәдігі үлкен ба, ұзын ба, мына жәдігі үлкен. Қайсын жазып, сан жазысыздар, ұзындығын. Екеуі. Көрдіңіздер ғой, түсіндіңіздер ғой.